Ассalamualaikum, выживание енді біздер кеткенше біздер видео бұл типа әшейін кішігірім ойын болды. Ё-моё, кеткенше нечего алам. Ё, ағаш, джунгли. Что жасамаш? Кирка керек, шаш керек, нал керек. Шошым барып. Болды. Басқа ештеңе керек емес. Күтпеймін. Все болды. Железо. Ширеден сындырып аламыз. Осымен үйім болсын. Жақсы болатын үйім болса. Ебой. Там железо. Вау, железо көрбеген яқты. Күтті. Şunu da şöyle böyle. Вот.
Көмір. Şu bol. Ağır korkamayın. Hı? Мен бұл кісінің көңілін ала алмадым. Сол үшін мен келіп отырмын, яғни не осы? Түсірмей ақырда мен айтайын деп жатқаным, яғни еркек айтты ма? Енді әшейін жан жіберсе болады. Думаю, аncak жүрмешті қорқотым. Так. Енешім түсінбады қазір. Дала ашам бұчу. Мен айтып отырмын, звондады. Ренішіңізді сыртта айттыңыз телефонмен, сыртта шешіп тастадыңыз ба? Шешуге тырыстым. Бір анандай қылып басқарды. Önümün şelmamış şel. Өзіңіз үміткеріңізді тауып тілектеспін. Айттым, осымен тоқтатып. Бұл кісі ештеңе айтқан жоқ маған. Жоқ, қазір айтыватсыз да, түсіндіргенде мен өзімнің ойымды айттым. Бұл кісімен келісті. Яғни бұл біз енді арғыдай таныспаймыз. Есіне келді мұндай Санжар Жанау, бұны біліп тұр ғой, енді ясы тойға кеткенімізді, жолда жүргенін барлығын жүйбәді жеткізін ғой дейді. Сонда қолын аса беріңіз
дегені. Қойдан көтейін кішкене болса да. Берінде ұрып кетті бір. бұл кісі оның үстінде барған мен қазір жас деп сахана сетіп қоямын деп и содан жолдырмайсың иә бәрін қадағалау керексің бұл күшті бердім саған деп бірақ мен үйге кеткеннен кейін мен сегізден 9-ға жақын кіріп кеттім содан бірден барлық жаққа звонок етіп ұйықтап қалдым шыңғыс звондаған әлібек звондаған мен алмағам сөйтіп бұл уайымдап кетіп Ой, аяғым. келген ғой үйдің есігін Аяғым. әртүрлі ғой енді біз қаншама мына жақта көріп жүрміз бізге қадам жасағанда мен сол күні сол түсе салатыннан бір күн бұрын өзімнің сезімімнің барлығын кәдімгідей жазып артқа түсірген болатынмын. Соны соны жаңағы осы эфирге
басында Айбек сияқты қатысушылар болған жоқ қой, мынау түтін ешқайсы біз бәріміз жынды болып отырсақ, Зуля көріңіз деп, кішкене көмектесейік Шыңғысқа деп. Кісі қалай бар солай. Ондай адам болмаған. Шыңғысқа дейсің ғой, мен сол кездерде бір сөз салған кезде қолым дір-дір етіп, бір алқама бірдеңе мойнына тақып қойдым, сол кезде ұмытпасам. Сонымен дірілдеп, сондай болған. Шыңғыс молодец, Айбек, сіз сияқты адам бізге керек ау, барлығы жазып жатыр. Дұрыс болыпты, талант шоуға Айбекті қоссаңыздар, бір өнерін қоссын ортаға деген. Иә, екеуін риза болдым. Бар жоқ нәрсе бар, ол нәрсе өзімде шокке болып қалдым. Бірақ Шыңғысқа бағана жақындаған кезде Әбеке маза болып бірдеңе болып тұр деп. Не болды айтсайшы десем айтпайды да. Білмеймін, бірақ эфирге қиын болатын сияқты деп. Бірақ чет жағасын көріп қалдым. Мен бағана болған түтін етіп жатқан кезде былай қарасам уже бота қашан деп жатыр екен. Мен шындап та бірдеңе өртеніп жатыр ма деп ойладым басында. Сіз сонда Шыңғыс пен Сұлуфанның ара-қатынасын емес, ботаны көрдіңіз ба? Түтін деп қашсақ екеуміз қашамыз, басқалар қалсын деп жүрсек. Бізге керек емес мына жерде отырған 22 қатысушы.
енді өзім шыңғыстың ақылды жігіт қой негізі білемін мен ол жағын. Екеулері бір-бірлеріне уступка жасап, бір-бірлеріңді түсіне біліңдер. Ол қырсықтық деген нәрсенің бәрі оңай қалып үйленесіңдер ғой, ол кезде қырсыға беретін болсаңдар, ол үшін үй болмайсыңдар. Сендерге айтарым сол. Hep bu yana çarpışayım ben. Өте қуаныштымыз, тағы да құттықтап қояйық. Nana bilen böyle. Білмеймін, 9-што Ерасылға бұйрық жазылған мына кісілерге бізде әлі Мехмет бар, Самат бар дегендей. Жоқ енді Диана қалай ойлайсың, мына жақта Ерасыл қалжыңдап болса да айтып жатыр да, жалпы ойыңыз қыз баласы ер азаматқа сөз сөйлесе бар ма шетелде? Ерекше болайық деп мына кісілерге айтты, өтпей қалды. өтпей қалдым ғой. Баласы бірінші барып сөз сөйлемей ғой. Немесе осы жылдың болмайды ғой. Сол өзі мен жазғы бас тілегім келіп отыр. Екі жасымызға. Бұл бағдарламада мысалы біреу үлкенге қарап бой түзер дейді ғой. Қазір сол бағдарламада бұрынғы үлкен арақатынасқа қарап бой түзер айтқым келіп отыр. Біреудің жаса қателіктерін жамандар. Сондықтан өте ақылды қыз екенін өте жақсы білемін. Ұстайтын жерде ұстайды, сөйлейтін жерде сөйлейді. Шынында артық сөзі жоқ. Слушан айтқанымыз читандарында жаңада Сұлтан ашуланып жүріп болды деп сөз айтады. Сабырға кеш деп десеп жаңа ғана айтамын ғой. Шынында адам екенін білесің. Ол жасалайықта бір күнге айналып келеді. Немесе бір Керемет, мына жақта Сұлтанға сабыр деп айтып жүрсіз. Диана, мен сізге неше рет айттым, сабыр сақтаңыз деп. Иә, мен мінезім бар адам ғой. Сұлтан ондай емес. Қайда ойлайсыз? Сұлтан бар ол емес. Жоқ, Сұлтан бар. Yok da öyle. Koymayın. Сосын ғана біз сабырға береміз. Енді сондай мінезім Akıl üstünde. Yiyip kadar Сіздердің жолыңыз сіздерге де берсін, осында отырған барлық қатысушыларға. Кішігірім болса да, жұғысты болсын деп, қуаныштарыңызды көрейік, ойларыңызды көрейік. Егер де осындай жасайын десеңіздер, редакция ұжымына алғысымызды білдіреміз. Бізде барынша Değil mi? Çubuğun. тек қана осындай жақсы жаңалықтарыңызды естідірейік. Сұлтан, Шыңғыс, құттықтаймыз. Ойындарыңызға, жайықта ойыңызда. Боластыр, ерекше образдарыңыз кәдімгідей көз Ya avradım bir şey şurada. Yüreğim elime kalbim var. Türlü karış. Yine bana yaklaşan boğuldu. Ancak şu kadın boğuldu şuraya. Kesin tüküreyim. Bay bay. Ama ya. Kaç bir şey şu aklım boğuldu. Hemen. Bellerim. Kuam bende. Yo, kaşımda bir şey bakın. Şu bak kaşımda şuna bak. Ay.
Salam men уже attım. Saat bir olmuş. Hemen de. Я кеше екеуміз де келгенде кездестік. Мен де үйге Ne öyle koyar? Ne үйге gerek? бір екі шаруам болды. Gitme öyle. Келістік. Biliyor. Şu bu şurada. Ay güzel. Koç. İsmi Mama. Gittim önce kahveyim buldu. Hanım da açtı. Әдемі бір бейнебаян көріп отырғандай болдық. Сіздер жүрген жерде анар мен әділет жоқ па екен жандарыңызда? Беттеріне сүйіп жүрген жоқ па екеуі білмеймін ғой. Негізі сол асхана жерге бардық, сөйтіп қаланы біраз аралап қайттық. Şu yıkıcı ben var bu arada. Жалпы менің ағам да ән салады, өнер адам болғандықтан мен ағам таниды екен. Жалпы мен білмеймін, бұл кісіні танымаймын сөйтсем, біраз ортақ бар екен. Кеше сөйтіп ағам естіп, сол маған айтып жатыр, таңғалып жатыр. Жан-жақтың өзіне де енді жақсы араласатынына прикол ұстап айтыпты да, мен білмеймін, о чем маған айтпадың деген сияқты болып ше. Сөйтіп не істеп жатыр, мен бір байқаған нәрсем, жалпы кеше айтып жатыр ғой, қысқа киюге қарсымын, бірақ енді өзің жарасқа кисін. Менің түсінгенім андай ұрсып киме мен қарсымын деп бір айта бермейді да, қайта ше. Бір өзінің істерімен бір сондай мынандайға алып келеді да, қыз өзі кигісі келмей қалады деген нәрсеге. Мен сол нәрсесін айтсам, маған Yok bu oldu. кейде бәрін қасталап өтпейді, қасталап бір зат былай сеп түзеді да, былай айта бермейді, бірақ сеп түзеді. Соның сондай мінезін байқадым да, нақты өзіме негізге сізді де естейік та, мына кішкене бәрі үндемей сезім отыршы. Жақсы болды, Грека маған әкеліп берді. Бәсе маған көрермендер үнемі жазады да, Tak tak. Ona kırık şuraya. Ay bu da.
Hadi dur. Koyma şunu tuttuk onu. Çok acayip. Çok da böyle. Şu varın çektiğim tamam yarış. Tamam jibalamen, tamam jibalamen, tamam jibalamen, tamam jibalamen. Kalmaylaştırıyor. Koy beni ağaç Şeşit bolsa өзі ердақ пен санжар дос болғалы менің де көңілім орнына түсті. Иә, негізі менде сұрақ қалды. Негізі жаңа енді айтып жатсың ғой, жақсы әңгіме. Мен бір түсінбегенім, осы жерде тағы түсінбей отырмын. Что сен болашақ жарың ретінде осы 4 күн 5 күн кездесіп көрдің ба, оралдың ба? Болашақ жарың ретінде. Şu boğulu yiyecek var. Ілияс Мырзаны болашақ жарыңыз, азаматыңыз, сүйеніңіз, арқа сүйеніңіз ретінде көре ба? Сен түрге де қарайсың мысалы. Söylemeyin. жалпы болмыстары екі түрлі бір-біріне ұқсамайды. Екеуінде бой ұзын, көздері мақсаттары бар, аяғын ұқ тұрған. Асхат бізде қарап көреді. Қара тұр, иә, енді ол мұрат білік, светл сияқты. Енді аяққа нық тұрған кезде уже мақсаттары бар, сөйлескен кезде общий бар.
ана жақта көл бар екен, сол жаққа барып. болды. Солай көрінеді. Вот сен өзіңді уже сол үміткердің қасында әйел ретінде ете алатын сияқтысың. Қазіргі неден ерекшелігі? Біз қалай түсіну керекпіз, что предыдущий версиялардан қазіргісі нақты тойға апаратын. Просто андай болады, любой адам фантазиясы болады, ана көреді. болды. А потом уже действовать етеді. Но бірақ мен барлығымен үміткерге ондай ой болды деп айта алмаймын. Өйткені мысалы 2 метр жігіт келген кезде оған мен вообще ондай ойымда болған жоқ, ондай фантазия болған жоқ. Арасында мен дайынмын тұрмысқа шығуға, мен сол үшін келдім. Есіме арманда фантазия етіп көресің қалай болады екен деп. Мысалы осында әйелдер болған свадьба елестеп көреді. Свадебный неде тұрған кезде, той үстінде тұрған кезде бойымыз қалай болады екен, екеуміз жарасамыз ба, потом болашақ баламыз қандай болады екен. Оны сен елестетесің. Сен бізге подача бересің, біз де уже елестетіп кетеміз. Сол көрінісін қайта қайталанады. Дальше уже болашақта не болу уже уақытқа байланысты и және еркектің қолында болу. Әсем. Ойге. Ренжіме қой, жатан. Немерелерімізді қарап, бақытты болғанымызда да әсем сіз өзіңіз салтанатты болашақ жарыңыз ретінде көрдіңіз бе? Екеуінде ол дәптерде болашақта қайда тұрамыз, не жейміз, не киеміз, қайда барамыз, барлығы жағынан және де тоже бағана айттым ғой, екеуміз требование келістік. Семья болған кезде маған примерно бір жылдан кейін тусам болса болады ма деп, бір жылдан кейін деп. Өйткені маған әлі несе керек, дайындалу керек, көру керек қалай болатынын, қарау керек, және тазалау керек соған. Эй, шырақтарым, тоқта. Мен дұрыс жеткізбедім ба, или сен тағы дұрыс жеткізбедің ба? Нені? Бір жылға дейін бала көрмейміз деген ғой. Бір жылға дейін бала көтеруді жоспарламаймын. Жаққа болды содан бассейнімдәе. Салташ, сен мынандай нәрсені айтып жатсың да, насихаттап жатсың да, бизнес жүргізуге, жұмыс істеуге, құрсақта бала кедергі келтіріп қалуы мүмкін, туылған бала кедергі келтіріп қалуы мүмкін деп тұрсың да, Фердақ, ол түсінме. Ол сешпат бұйықтың. Ойынды жасап кеткіші өтініш, шыны керек өтініш. Қой тектің бес қоймыш тамақ шөлі. Содан кейін бассейнді құрастыра өрейді. Күйіне құрастырайын. Тоймайды. Шын қадей шөліп бетімайды. Все болды. Миллиард емес. Жүгіресіз. Тік жапамын. Байды кемпірін аламын. Түннәріш. Қашан өшет жоқ. Қар бізім қашан өшет. Нәрінің қашан өшет. Өшпетін құшыр. Түннәрісің.
Şurada tamam bir şey duran çok. Şey, tamam şey olayım. Oh, hadi. Вот, енді так. Балтамға да borcu. Şimdi шығарамын. Uyuратып, андаққа үйін қосырамын, содан оның ішіне заттарымды апарып қоямын. Я болады. Нормально. Үй андақта кім уже? Не алатын. Аузымда, дәуісімді қатырып бара тұру екен ғой. Онда бір көп қосыныш. Дәуісімді сөйлемекші. Байдың кемпірін аламын. Әдемі санатым. Сарғыстан балтаны жақсылап көп жабамын. Киркам, hadi киркам. өзара келіскен екенсіздерге болашақта отбасы болғаннан көтеріп жатқаныңызда қашан балалы боламын десеңіздер де өз еріктеріңізде. Бұл эфирде біз солай келістік те Koyu uğraşsayım. Ne böyle? ренжімеңіздер кешіріңіздер. Иә. Иә, қатысушыларда бір-бірімізді жақсы шашады десе жақсымыз да бар енді. Менің ойымда керекпіз. Сіздерде барлығы керемет екен deyapsizlar, расымен де. Уақыт ішінде ортақ тіл табысып кеттіңіздер. Иә, бірге тойға барамыз деп шештік. Рамазанның сендер әлі жұп емессіңдер ма? Мен бір сұрақ қоя қояйыншы. Негізі ассалаумағалейкум. Просто сол үшін алмайда тұрасың. біздің өзімізді шешетін дүниеміз. Дәптері жазған жоқсың ба? Бізге оны айта алмаймын. Ержан, Арыстан сіздерді өзі жұп қылып жібереді болашақта. Таныстық жалғасам, деп сұрасақ. Дәл қазір танысып жатқан бізде 3 бірдей аруымыз бар және әрқайсысына үміт
көрсетіңіз. Палка керек қойшын бізге палка. Қалай неміз берар туған. Палка қайда қайтты? Палка керек бізге. екеуміз кешегі Бірақ шығарма не? алдынан бері осы жерде болған тема болып жатқан кезде тумады туралы әнші туралы айтылмай Ой, ровно пышағым да пышақ. Қашыма кет. Нейле. Набальта болды. Осыны. Ақшыда ақсақ қойшы болып кетейін. Кеш болып тұрасымен не болуға. Жауап беретін кезде мүмкін Шүндіп деймін. ететін шығар. Таныстық жалғаса ма жоқ па? Хотите пойти по
Ой. таңдау қашанда өз қолыңызда. Саулық сақтықта. Кешкі 6:30-да назарыңыз біздің арнада болсын. Москвада құрт бар. Бетпердені булап, артынша шулаған жұрттың күдігі қаншалықты рас. Матаға жыбырлап жүргенде денсаулық сақтау министрлігінің біріне айтты. Mama ya işte doğru istiyorsan dedim. Жасаса да жауаптық жұмысты отырғандарға Өте заботливый, потом қонжықтар Сәлден кейін осылай жобасында Ё-моё, хотя оралды қосар жобасы тікелей эфир ортада шамил мырза мен әсел ханым таныстықтары қандай жаңалықтарыңыз бар, бізді немен қуантып işte düşünüyorum burada.
Şimdi sıra koşuyor. Шамиль мырза, не біздің қошемет қатысушылар өте риза Сейхан үшін. Может, конечно, не так, но все просто. Но потом в Инстаграм выложим, там, увидят, меня на силу себя выложил. Просто сол видео түсіргенде то жаңбыр жауып кетеді, то мен кешіп қаламын, то үйде күтімді оны істейді. Ол қатты проблем бізде мысалы үй сетіге мен уже үйіп кеттім да, ол мысалы скрипка таққанда мені түсірді ғой, сол кезде мен үйіп қалдым да, ол қалай бізді готовить етеді. И Шамиль мырза маған айтады бүйтіп істеймін, а мен қатты тормозить еттім да, мен айтамын, мен актриса емеспін, мен олай істей алмаймын деп. Жұқартқан сияқтымын, жұқартқан сияқтымын. Шамиль мырза, біз қоштаймыз. Чуть-чуть есть, как бы, да, ну, отношения не бывает же, и кто-то должен быть, как бы, да, и есть немножечко. Верь в то, что потом у тебя будет еще лучше. Chicken tavuk. мен бала кезімде мен негізі мұндайдан бір есепталған жазып деген енді осы уақыттан өнермен айналысып жүргеннен кейін қазіргі таңда біраз алғашқы тыңдарман деген сияқты көксөйлем біраз оны айтпай ақ қойсам деп ойлаймын Ол деген тағдыр, ол өмір, ол үлкен кісілердің ерекше өздерінің шешімі. Сізді әкеңіз қалай жақсы көрді, анаңызды құдай қалай жақсы көреді. Сіздің кінәңіз жоқ. Одан қысылатын ештеңе де жоқ. Ең бастысы сол кісілер ғой. Сізді өмірге алып келді, өмір сыйлады, Алланың қалауымен дүниеге келдіңіз. Қысылмаңыз. Ата-анадан бар, құдайға шүкір екенін біледі. Соны мақтан етіңіз. Олар қатты көңіліңізге алудың қажеті жоқ. Жаны ашып Таң атты тұрған тезірек. Анасын араласпай ма деген сияқты жоқ. Отношениесі анасымен күшті. Сосын қатын ағасына тиіш болды, ұшына жетпейді. Білмеймін, іштем ашытпай ма. Өзі айтып кеткен. Басында айтпай ақ қояйын деген кезде менде дұрыс түсінбей болған болатын да. Сосын шыққаннан кейін сұрақ, уже сөйлескеннен кейін жақсы отношениесі бәрі керемет. Не ойдам? Содан кейін уже нормально сөйлескен. Енді әншілікке бет бұрған екенсіз, өнерде жүрсіз, болашақта бір кереметтей бір орындаушы әнші болатын шығарсыз деген Ой, ойдамын. ол жасырамын. Қайрат Нұртасовтың отбасыңызды жасап аласыз. Ата Мариямға келіп отырсыз. Жұбайыңыз қайсысы, баласыңыздың баласы қайсысы деген сияқты әңгімелер білесіз, иә, ол жағы отбасыңыз туралы, жыларыңыз туралы. Жұмбаққа іштік. Келіп отырсыз, Шыққан ағасы ішіне кеткен болды. жақсы болатын болса, өнердегі ағаларыңыз
Мына келе. Барлығы керемет кәдімгі романтика видео түсіріп бәрін көріп тұр. Енді Шамиль мырза Жақсы емес ешқандай. Ара қатынасымыз ешқандай жақсы емес Маржан екеуміздің. Кешегі әңгімені әлі шешкен жоқпыз. Oyunda korkucu rol. Қандай әңгіме? Әлі қызғанып жүрген туралы айтып жатырмын. Мен сендерді ма? Зұхан, мен сендерді өмір қызғанған емеспін. Асхатпен қалай сөйлесем, солай сөйлесем. Бақыттымен екеуің мүлт кетіңдерші осы жолда. Мен шын көңілмен сендерге айттым. Бәрі жақсы болып кетсе, үйленіп кетіңіздер. Дәл бұл сөзді сіздерге де айтамыз, таныстық жалғаса ма? Диана ханым, таныстық жалғасады. Тамаша, өте қуаныштымыз. Сіздерден де үлкен үміт күтеміз. Құрметті көрермен, ертең 14:30 Еуразия бірінші арнасы Ашаматай бағдарламада арғы бетінде күтеміз. Ертеңге дейін көріскенше тым жақсы. Давайте достар, болғанмен бос. Давайте келесі бөлім шыққанға қалсаңыздар. Видеоға екшеніп кетеміз. Сау болыңдар.